Тағы да сәлем достар. Қазір біз бейнин әнін баресіз ойнап үйренеміз. Бұл үшін бізге S аккорд, одан кейін D, одан соң EM. Одан кейін қайтадан S-ға келеміз. Бой восьмерка, то есть былай болады. Былай болады. Менде бәр жақсы дегенмен, көзіңде мұңды көрдім мен, қалпыңда тұршы қозғалмай, елжіретеді сол бейнең. Менде бәр жақсы дегенмен, көзіңде мұңды көрдім мен, қалпыңда тұршы қозғалмай, елжіретеді сол бейнең. Куплеті дәл осылай ойналады. Байландым өзіңе, мендегі жылуды сезінбе, өзіңде көзіңде мөлдіреп, тартасың өзіңе кешідеп. Дәл осылай. Достар, егер бүгінгі қысқа бейне сабақ ұнаса, лайк басып кетеміз, және де комментарийге келесі бейне сабақта қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер. Бұйырса келесі бейне сабақта көрсеміз. Сау болыңдар.